Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге әдеттегідей Нұрғаным. Бүгін өте дәмді бургерге арналған булочки және сол булочкидан чикен бургер дайындаймыз. Дәмі деген өте керемет болып шығады, оңай жасалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, балаларға сөзсіз ұнайтын тағам. Аяғына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз, келесі видеоларды жіберіп алмайсыз. Ең алдымен булочкамызды дайындаймыз. Ашытып қоямыз, яғни жылы суға сүт қосамыз, жұмыртқа қосамыз, оның үстіне дрожжи, қант, тұз қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, араластырамыз. Содан кейін ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап тестамызды илейміз. Тестамызды илеп болған соң, көтерілуге жылы жерге қойып қоямыз. Оған дейін начинкамызды дайындаймыз. Бізге куриный грудка немесе филе керек болады. Оны осылай жұқалап, турап аламыз, бөліктерге бөліп. Содан кейін дәміне қарай тұз, қара бұрышты қосып, барлығын жақсылап, барлық жеріне тиетіндей етіп, жағып шығамыз. Одан кейін осы филемізді панировочный сухариге аунатып аламыз. Одан кейін жұмыртқамызға аунатып, қайтадан панировочный сухариге аунатамыз. Табамызға майды құйып, осылай екі жағынан қуырып аламыз қызарғанша. Отты ақырынға қоямыз, себебі іші піспей қалуы мүмкін. Пекинская капустаны осылай соломка етіп турап аламыз. Свежий огурцымызды теркадан өткіземіз. Помидорларымызды круг етіп турап аламыз. Біздің тестамыз дайын болды, көтерілді. Енді оны бөліктерге бөлеміз. Менде 120 граммнан 13 булочки шықты. Видеода көрсетілгендей, осылай булочкаларымызды дөңгелек етіп аламыз. Одан кейін противеньге пергаментімізді салып, майлап, оның үстіне булочкаларымызды салып, көтерілгенге 15 минутқа қойып қоямыз. Енді соусымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ керек. Қаймақтың үстіне кішкене дәміне қарай тұз саламыз. Оның үстіне 2 зубчик чеснокты өткізіп саламыз. Содан кейін бағанағы свежий огурцларымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Булочкаларымыз 15 минуттай тұрды. Енді оның үстіне жұмыртқа мен сүтті араластырып, жағып шығамыз.
үстіне кунжут сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Шамамен 25 минутта пісіп шығады. Міне біздің булочкаларымыз пісті, өте жұмсақ, өте керемет дәмді болып шығады. Табаға сары майымызды салып, осылай булочкаларымыздың екі жағын қызартып аламыз. Енді біздің бургерімізді жинаймыз. Булочканың астын саламыз, оның үстіне пекинская капуста, оның үстіне соусымызды саламыз. Одан кейін қуырылған тауықты, помидорды және де мен салуға ұмытып кетіппін. Келесі екінші булочкаға кетчупымызды жағып саламыз. Міне біздің бургеріміз, яғни чикен бургеріміз дайын болды. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздердің сүйікті рецептеріңіздің бірі болатынына сенімдімін. Менімен болғандарыңызға рахмет. Менің рецептеріммен жасаңыздар тағамдарды. Менің инстаграмыма жазылып, белгілеуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!